Сәлем достар, бүгін шоколадты ірімшік қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқаға қант қосып, массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға сұйық май және де сүтті қосып, араластырып, үстіне қопсытқыш пен електен өткізілген ұнды қосып, біркелкі массаға айналдырамыз. Ұнымыз толықтай еріген соң, массамыздың үстіне какао ұнтағын қосамыз. Ірімшікті салмасын дайындау үшін ірімшіктің үстіне кукуруз крахмалы, қант және де жұмыртқаны қосып, блендердің көмегімен біркелкі массаға айналдырамыз. Ірімшікті массамызды кондитерлік қапшыққа салып, дайындап аламыз. Енді формамызды сұйық маймен майлап, үстіне шоколадты массамызды құямыз. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Шоколадты массамыздың үстіне ірімшікті массамызды ұзынша етіп жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша кез келген форманы берсеңіз болады. Форманызды келтіріп алған соң, 180 градус қысып тұрған пеште 20-25 минут дайын болғанша пісіреміз. Осымен шоколадты ірімшікті бәлішіміз дайын. Бәліш өте ылғалды әрі дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болайық.